Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы for және while циклдік операторлар. Бізге полететь сөзін 100 рет экранға шығару тапсырмасы берілді делік. Бұл тапсырманы console writeline командасы арқылы 100 рет шығаратын болсақ, бұл өте ұзақ және қызықсыз болады. Программада осы команданы бірнеше рет қайталау керек болса, бұл цикл болып табылады. Цикл алгоритмнің немесе программаның бірнеше рет орындалатын бөлігі. Ал енді осы бізге берілген тапсырманы for циклына салып көрелік. Мұндағы for циклы for кілттік сөзінен тұрады. Келесіде жақша ашылады. Жақша ішінде бір-біріне нүктелі үтірмен ажыратылған өрнектер беріледі. Енді циклдің жұмыс істеу принципін талдайтын болсақ, біріншіден бізде инициализация жүреді. Яғни бүтін тип I атты айнымалы және оның мәні 0-ге тең. Мұндағы I айнымалысын кейде цикл айнымалысы деп те атайды. Екіншісі шартты өрнек. Бұл жағдайда I кіші 100-ден, яғни әр шарт тексерілген сайын, яғни ақиқат true болған жағдайда экранға полететь сөзін шығарады. Үшіншісі, шартты өрнек тексеріліп, экранға полететь сөзі шығарылғаннан кейін I++ өрнегі, яғни инкремент жүзеге асады. Инкремент дегеніміз бұл санның 1-ге өсуі, плюс өрнегі санға 1-ді қосу деген мағынаны білдіреді. Сонда I тең болады бізде 1-ге. Енді I 0-ге тең бізге I 1-ге тең, I 2-ге тең, 3-ге тең, яғни полететь сөзін бізге 0-ден 99-ға дейін шығарады. Келесі циклге кіруді кейде итерация деп те атайды. Цикл итерациясын білу үшін біз минималды сан мен максималды санды анықтаймыз. Сонда минимум 0-ге, максимум 99-ға тең. Енді итерацияны табу үшін мына формуланы қолданамыз, яғни максимумнан минимумды алып, 1-ді қосамыз. Сонда 100 шығады, бізге полететь сөзін экранға 100 рет шығарады. For циклдік оператордың синтаксисін талдайтын болсақ, for кілттік сөзі инициализациялау, шарт, итерация, желі жақша ашылды, яғни цикл блогы басталды, қайталанатын блок кодын шығарады және желі жақша жабылды, біздің цикл аяқталды. Итерация санын анықтау бойынша тағы да бір мысалды қарастырайық. Бұл жерде int I 24-ге тең, I-ымыз кіші не тең 123-тен, яғни 123-тен және де I++ 1-ге қосып отырамыз. Бұл жерде біз практикалық жұмыста тексеріп көрейік. Бізге полететь сөзін қанша рет шығаратынын. Итерация бойынша есептейтін болсақ, максимумнан минимумды аламыз, 1-ді қосамыз, соны экранға 100 рет шығару қажет. Енді программаға салсақ, мінекей. Бізге 100 рет полететь сөзін шығарып берді. Бұл жерде for кілттік сөзі int бүтін тип, I айнымалысы, айнымалының мәні 24-ге тең. Бұл шарт орындалады. Яғни мына айнымалы программаның басында ғана орындалады. Ары қарай шарт ақиқат болғанша орындалады. I++ біздің I-ымызды 1-ге қосып отырады. Өстіп for циклы жұмыс істейді. Келесі, бізге жұп сандарды экранға шығару тапсырмасы берілсін. Бұл жерде біз математика пәнінен білеміз, жұп сандарды табу үшін ол жұп сандарымыз біздің 2-ге қалдықсыз бөліну қажет. Енді мына мысалда бізде цикл берілген. Бұл жердегі цикл айнымалысы 1-ге тең, біріміз кіші немесе жаңағы I-ымыз кіші немесе тең 100-ден және 1-ге қосылып отырады. Бірінші I тең 1-ге, яғни 1-ге тең болғаннан кейін шарт тексеріледі. Егер де шартты оператор қолданылған бұл циклдың ішінде I бөлінеді, қалдықсыз бөлінсе 2-ге, яғни 1 қалдықсыз 2-ге бөлінбейді. Сондықтан да біздің циклымыз қайтадан инкрементке қайтарылады да, бізге экранға I2-ні, яғни 2 деген санымыз тексеріледі, 2-ге бөлінеді, тең 0. Келесі сол бойынша 3, 4, 100-ге дейін бізге жаңағыдай сандарды 2-ге бөліп
егер де жұп сан болатын болса, экранға осы жұп сандарды шығарып отырады. Осы мысалды да практикалық жұмыста тексеріп көрейік. Бізге экранға қандай жұп сандарды шығаратынын тексеріске жіберемін. Мінеки. 1-ден 100-ге дейін сандар берілді. Енді осы сандардың ішінен маған жұп сандарды экранға шығару қажет. Қараңыздар, яғни 2, 4, 6, 8, 10, 12. Осылайша 100-ге дейін маған жұп сандарды for циклын қолдану арқылы шығарып берді. Келесі бізде while циклдық операторы. While циклдық операторының синтаксисі, яғни while кілттік сөзінен басталады. Келесі жақша ішінде жалғастыру шарты, және де жүйелі жақшалардың ішінде қайталанатын блок коды. While циклын қарастыратын болсақ, бұл жерде while циклының шарты цикл орындалғанға дейін тексеріледі. Егер цикл ақиқат true болса, цикл жалған болғанға дейін орындала береді. False болған жағдайда ғана цикл тоқтап, кодтың келесі бөлігіне көшеді. While циклын цикл операторы ретінде әзірше деген мағына береді. Яғни бұл шарт әзірше ақиқат болса, цикл орындалады. Мына тәжірибелік жұмысты орындайтын болсақ, бізге 0-ден 4-ге дейін сан шығару қажет. Ол үшін while цикл операторын қолданамыз. Циклын int i-тен 0-ге дейін, айнымалымыз 0-ге тең, біздің циклымыз орындалады, шарт тексеріледі, 0 кіші 5-тен ақиқат, циклның ішіне кіреді, constant line осы бізге 0-ді шығарады. Келесі i++, енді біздің i-ымыз 0-ге емес 1-ге тең, 1 кіші 5-тен экранға 1-ді шығарады. Келесі i-тен 2 экранға 2-ні, 3 3-ті, 4 кіші 5-тен 4-ті шығарады. Енді 5-ке келген кезде біздің циклымыз тоқтайды. Себебі i 5 5-тен кіші емес. Осы жерден цикл тоқтап, экранға тек қана бізге 0-ден 4-ке дейін ғана сандарды шығарады. Бұны да практикада көретін болсақ, яғни Visual Studio'да жазып көретін болсақ, сіздер де видеоны паузаға қою арқылы мен жазған кодтарды жазып, тексеріп көріңіздер. Мінекей, экранға 0-ден 4-ке дейін сандарды шығарды. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарий астына қалдырыңыздар. Сау болыңыздар.